Бұрынғы айтыскер ақын бүгінде еліміздегі діни телеарнаны басқарып жүрген Мұхаммеджан Тазабеков біз Қытайдан емес, Құдайдан қорқу керекпіз деп құзырлы орган қызметкерлеріне үгіт насихат айтыпты. Желіге тарап кеткен видеода елдің талқысына түсіп, ашуын келтірген сөздер аз емес. Алаңға шыққан апаны алдап сулап шығарып салмақ түгілі, бауырлар. Ана қасиетті Меккеде Қағбатолланың қасында мен 15 рет қажыға барған адам ретінде айтайын сіздерге. 15 рет қажылыққа бармақ түгілі, биліктен жәрдем сұрап алаңға шыққандарды қалай тарқату керектігін Тазабеков мырза жақсы білетін секілді. Қағбаға баратын жолда намаз оқып тұрғандарды аямай тебетін полицейлерді мысалға келтіріпті ол. Бірақ көшеде қоғамның тыныштығы үшін, мемлекеттің тұрақтылығы үшін, ел мен елдің қаны шықпау үшін ана жерде приказ орындалу керек. Полицейлердің Тазабековтың бұйрық туралы пәтуасын естігенде қуанып кеткенін қол соққаннан аңғаруға болады. Бұрынғы ақын өзін биліктің адвокаты санамайды. Алайда Мұхаммеджан мырзаға алаңға шығып, талаптарын қойғандардың бәрі билікті төңкеретіндей көрінетін сияқты. Көшеде айғайлап, ойбай мына билікті төңкеру керек, елдің батыры менмін деген адам мен үшін батыр емес. Біз Қытайдан қорықпай, Құдайдан қорқай. Бұл жазбаны көрген көпшілік күштік құрылым қызметкерлеріне оның насихат жүргізуге қандай құқығы бар деген сұрақтарды қойып жатты. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша дін мемлекеттен бөлек, ал ішкі істер органдар қызметкерлерімен өтетін жиналыстардың бәрі бұлардың өзінің жұмыстарына қатысты, қылмыспен күрестің тәртібіне байланысты, қылмыспен күрестің жағдайына байланысты ғана арналу керек. Ал бейресми тақырыптарға байланысты олардың уақытын алып қызметтік формамен жиналыс өткізуге мүлде болмайды. Заң бойынша. Ал еліміздегі діндарлар Мұхаммеджан мырзаны уағыз айтарда абай болуға шақырады. Қазақстан Республикасының 2011 жылы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң бойынша Қазақстан кеңістігінде діни бірлестіктің қызметкері немесе діни миссионер деген лицензиясы бар адам ғана уағыз насихат айтылады. Қазақстан Қытай қарым-қатынасына қатысты экономист немесе саясаттанушы немесе бір саясаткердің талдау жасағанын дұрыс көремін. Ақын адам әрқашан ол халықтың жанында болу керек деп есептеймін. Тазабеков өзіне қатысты пікір айтқандарды табалау деп біледі екен. Инстаграмдағы парақшасында табалағандарға тауфиқ тілеп, Тәңірден өзін мазақ қылғандарға мазмұнды өмір сұрады. Ерқанат Көпжастар, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.